Сәлем балалар! Математика пәнінен 102-ші сабақ 11-ден 20-ға дейінгі сандар тақырыбын өтеміз. Бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырма: бір таңбалы сандарды ата, екі таңбалы сандарды ата. Балалар, енді біз көріп тұрған сандардан бір таңбалы және екі таңбалы сандарды атайық. Бір таңбалы сандарға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, яғни 10-ға дейінгі сандар жатады, балалар. Екі таңбалы сандарға 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 сандар жатады. Яғни 11-ден 20-ға дейінгі сандарды жатады екен бұл сандардың ішінен. Енді балалар, әрқашанда есімізде сақтайық. Бір таңбалы сан әрқашан екі таңбалы саннан кем болады. Бір таңбалы сандарды салыстырғанда алдымен ондықтарды салыстырады. Ондықтар тең болса, бірліктерін салыстырады. Жақсы, жарайсыңдар. Екінші тапсырма: Әлия қандай саңырауқұлақтарды терді? Ал сырым ше? Жаз және оқы. Балалар, Әлияның себетіне қарайықшы. Дұрыс айтасыңдар. Әлия бір таңбалы саны бар саңырауқұлақтар терген екен, Ал сырым екі таңбалы саны бар саңырауқұлақты терді, балалар. Олай болса, Әлия 2, 5, 6, 7, 9 саңырауқұлақтарын терді. Ал сырым 15, 17, 20, 10 саңырауқұлақтарын терді. Келесі балалар, үшінші тапсырмаға қарайық. Салыстыр және жаз. Балалар, енді салыстырайық есептерді. 7-нің 5-ке азайтындысының мәні, балалар, бізде 2-ге тең. Ал 2 артық па, балалар, бізде 18 артық па? Қайсы артық? Дұрыс айтасыңдар, 18 артық. Яғни әрқашанда бір таңбалы саннан екі таңбалы сан артық болады екен, балалар. Жақсы. Келесі 12 немесе 2-нің 2-ге қосындысының мәні қайсы артық, балалар? 12 артық, дұрыс айтасыңдар. 9-дың 6-ға азайтындысы және 13 қайсы артық? 9-дан 6-ға айырмасының мәні, балалар, бізде 3-ге тең. 3 яғни бір таңбалы сан, 13 ол екі таңбалы сан. Яғни 13 артық екен, жақсы. 9-дың 1-ге қосындысы 10, 10-нан 1-дің айырмасы, балалар, бізде 9. 10 артық, дұрыс. 14 және 6-ның 4-ге қосындысы. Жарайсыңдар, 14 артық. Келесі 20 8-дің 2-ге қосындысы. Балалар, жарайсыңдар. 20 артық. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі есепке қарайық, балалар. Келесі есепте есептерді шығар, кері есеп құрастыр делінген. Сырым 6 йогурт, ал Әлия 4 йогурт сатып алды. Олар барлығы неше йогурт сатып алды? Қысқаша шартын құрайық. Сырым 6 йогурт, Әлия 4 йогурт. Барлығы белгісіз. Шешуін, балалар, біз сырым мен Әлияның йогурт санын қосамыз, балалар. 6-ның 4-ге қосындысының мәні бізде 10-ға тең. Жауабы: олар барлығы 10 йогурт сатып алды. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Енді келесі біз осы есепке кері есеп құрастырамыз. Кері есеп: сырым 6 йогурт, Әлия белгісіз йогурт. Екеуі бірақ 10 йогурт сатып алды. Шешуі, балалар, 10-ның 6-ға айырмасы. Яғни 10-ның 6-ға айырмасының мәні, балалар, 4-ке тең. Жауабы 4 йогурт. Балалар, енді 5-ші тапсырмаға қарайық. 5-ші тапсырма: бірінші, екінші, соңғы болып жүгіріп келе жатқан жарысқа қатысушылардың нөмірін ата. Сурет бойынша сұрақтар құрастыр дейді. Балалар, бірінші жүгіріп келе жатқан қатысушының нөмірі, балалар, қанша екен? Дұрыс айтасыңдар, 13. Ал екінші ше? Екінші 20. Дұрыс айтасыңдар. Ал соңында жүгіріп келе жатқан ол 17 екен, балалар. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, енді бұл жүгіріп келе жатқан қатысушылардың барлығының нөмірі екі таңбалы сандар екен, жақсы, жарайсыңдар. Балалар, сен спортпен шұғылданар алдыңда тойып тамақтануға болмайтын білесің бе? Жүгіргеннен кейін тәтті сулар ішпеу керек. Тек
су ішу керек. Жақсы, бала жарайсыңдар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.